Тұрмысқа шықпаған, ақылына көркі сай, өте бір сұлу қыз медреседе білім береді. Бір күні әріптестері одан не үшін осындай сұлу, тәрбиелі бола тұра тұрмыс құрмай жүргенін сұрайды. Жауап ретінде ұстаз қыз мына оқиғаны баяндайды. Баяғыда бір әйелдің 5 қызы болған екен. 6-шысына аяғы ауыр кезде жолдасы: егер тағы қыз тусаң, көзін құртамын деген екен. Уақыты келіп, әйелі тағы қыз босанады. Күйеуі қызды алып таң намазында мешіттің есік алдына қояды. Түн бата, құптан намаздан соң қараса, қызды ешкім алмаған соң қайтадан үйіне әкеледі. Дәл осылай бір апта жалғасады. Нәтиже болмаған соң қызды өздерінде қалдырады. Анасы қатты қуанады. Бір жыл өткен соң анасының аяғы ауырлап, бұл жылы ол босанады. Ол босанған кезде үлкен қызы қайтыс болады. Осылай жүріп, тағы 4 рет көтеріп ұлды болады. Әр ұл туылған сайын бір қызы қайтып отырады. Тек 6-шы қыз ғана тірі қалады. Ал сіздер білесіздер ме, сол 6-шы қыздың кім екенін деп сұрайды ұстаз. Ол мен әкеме қарауым керек. Балалары тастап кетті деген.